Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін Beyond Curriculum және Connected. Және сіздердің цифрлық сауаттылық бойынша нұсқаушыларыңыз мен Жемісбек Дилназ. Біздің бүгінгі сабағымыз цифрлық қауіпсіздікпен танысуға арналған. Цифрлық немесе компьютерлік қауіпсіздік дегеніміз не? Бұл есептегіш құрылғылар, яғни компьютерлер, смартфондар және басқа да құрылғыларда, сондай-ақ компьютерлік желілерде және көпшілік желілерде, мысалы, ғаламторда қоса алғанда, қорғау үшін қолданылатын қауіпсіздік шаралар болып табылады. 365 күнде, яғни бір жылда 2 миллиард 500 миллионнан астам зиянкестік іс-әрекеттер ғаламтор арқылы жасалып жатыр. Және де 1 секундта 80 зиянкестік әрекеттер жасалып жатқаны статистика арқылы бізге белгілі болды. Ал енді осындай зиянкестік іс-әрекеттерден біз өзімізді қалай қорғай аламыз деген сұрақ туындайды. Ол үшін әрине міндетті түрде күрделі құпия сөздерді қолдану қажет. Яғни сіздер білетіндей сенімді құпия сөз бір үлкен әріптен, бір кіші әріптен және де символдан, сондай-ақ цифрлардан міндетті түрде тұру қажет. Күмән тудыратын сілтемелер бойынша өтпеу керек. Яғни сіздерге бір сілтеме жіберсе, сіздер міндетті түрде оны ашу тиіс емессіздер. Фишингтік хаттарға жауап бермеу. Фишингтік және спамдық хаттар бұл бізде алаяқтық іс-әрекеттерге толы хаттар. Мысалы, ол бізге науқан туралы жариялауы мүмкін, бірақ шын дегенде ондай науқан жоқ болуы мүмкін. Осы фишингтік немесе спамдық хаттар арқылы алаяқтар сіз туралы жеке ақпараттарды жинап алуы мүмкін. Кейін сіздің ноутбуктеріңізге белгілі бір вирусты жіберуі де мүмкін. Төртінші, бұл бөтен адамдармен сіз туралы жеке ақпараттарды бөліспеу қажет. Мысалы айтақ, сіздерге мүмкін әлеуметтік желілерде немесе электрондық пошталарыңызға бөтен адам жазуы мүмкін. Мен осындай да бір мүмкіншілік сізге беріп тұрмын деп. Бұл бөтен адамға бірден сенбеңіздер. Сондай-ақ кейбір сайттардың парақшаларында осындай баннерлік жарнамалар орналасады. Бұл бізде Vulkan болуы мүмкін немесе 1xbet болуы мүмкін. Ол сайттарға өтпеңіздер. Егер осындай жарнамаларға бір рет бассаңыздар, сіздердің ноутбуктеріңізде жаңа жарнама ашылады. Яғни жаңа парақша ашылады. Сол парақшалар арқылы сіздер өздеріңіздің компьютерлеріңізге вирус енгізулеріңіз мүмкін. Қысқаша шолып айтатын болсақ, бізге ең біріншіден күрделі құпия сөздерді қолдану керек. Яғни әрбір сайтқа немесе парақшаға тіркеле бастаған кезде біз күрделі құпия сөздерді қолданайық. Сонымен қатар бұл құпия сөздер қайталанбау керек. Яғни бір парақшада сіздер өзге құпия сөз қолдану керексіздер, екінші парақшада басқа құпия сөз қолдану керексіздер. Күмән тудыратын, яғни жарнамалық баннерлердегі сілтемелер бойынша өтпеңіздер. Сонымен қатар фишингтік хаттарға жауап бермеңіздер. Бөтен адамдармен жеке ақпараттарды бөліспеңіздер. Осымен біздің сабағымыз тамам. Сіздерге цифрлық қауіпсіздік бойынша басты шаралар түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, маған міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер, мен ол сұрақтарға жауап беремін. Достарымызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаймыз.